Белгілі жазушы Медеу Сәрсеке тарақты шежіресін зерттеуде көп еңбек сіңіріп, оның тарихи рөлін анықтауға лайықты үлес қосқан. Ол былай дейді: тарақты үлкен тайпа, оның ұраны үшеу: Ақжол, Қарақожа, Жауқашар, сонымен қатар Жаубасар деп те айтушылар бар. Таңбасы үш түсті тарақ, тарақты тегінде лақап аты болса керек, азан аты Ақтамберді екен. Соғыста ол қолына үш түсті істігі бар сойыл ұстап шығыпты да, жауқашарлап ұран салып қарсы кезіккен дұшпанды сонымен түйрей беріпті. Ұрыс біткен соң қолбасшы: тарақ найзалы батыр, бері жақында деп жөнін сұрап, жаудан түскен олжаның басын беріпті. Содан былай Ақтамберді тарақ найзалы батыр аталып, ақырында тарақты есімін иеленіпті. Қамы жөнінен тарақты рулық деңгейден баяғыда асып, ірі тайпа қауымдастық межесіне жеткен ел. Мәшһүр Жүсіп шежіресінде орта 100 тарақтымен қосылып 7 арыс ел атанған дейді. Арғын руларының белгілі білгірі Мұса Шорманов, семейлік өлкетанушы Коншин өз жазбаларында орта 100-ге негізінен 8 арыс ел қосылатын, соның бірі тарақты екенін атап көрсетеді. Ал тарақты тайпасының ноқта ағасы атануына келетін болсақ, ол қазақ қауымында ерекше статусы бар әрі көптен қалыптасқан дәреже құрмет болып табылады. Мұндай жоғары мәртебеге ұлы жүзде жалайыр, орта жүзде тарақты, кіші жүзде табын ие болған. Бұл тек осыларға тиесілі рәсім, басқалар бұған таласа алмайды. Бәрінің де елдік таңбасы үш түсті тарақ, барша қазақ хандарынан өрбіген төрелердің де елдік таңбасы үш түсті тарақ екенін еске саламыз. Бұлардың арасында қандай байланыс барлығы анықталмаған. Ежелден орныққан салт рәсім бойынша ноқта ағасы атанған ел өзімен туыстас руларға аға болып, қалың алаштың ұйытқысы ретінде құрметтелген. 1785 жылғы санақ бойынша Семей дуанында 400 отбасы тарақты болса, ал 1833 жылғы санақта Ақмола өлкесінде 1790, Қарқаралыда 590 отбасы өмір сүргендігі айтылады. Сонымен бірге Баянауыл, Көкшетау және Атбасар өңірлерінде де тарақты руларынан қайда қанша отбасы барын шежіреші қарттарда толықтыра түседі. Мәселен, шежіреші Қанафия Сыздықұлы Ақмола уезіне қарайтын Сарысу тарақтысында 1920 жылы 2200 отбасы, 2 болыс болғанын айтады. Бұл негізінен Апай Тоқтауыл, Әлеуке, Көгедей және Қыдыр тарақтылар Нұра мен Есіл бойында 1800 отбасынан тұратын бір болыс қоныс тепкен. Тарақтылардың ежелгі атамекені Сырдария бойында болған Шиеліде Жәші Сары, Қаратау мен Түркістанда қыдырлар көп екенін айтуға тиіспіз. Бұрын Жиделібайсында мекен еткен 8 болыс тарақты өзбекке сіңіп кеткен. Құрт айтсақ, тарақты ұлысы бүкіл Қазақстанға, оның ішінде Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Кентау, Түркістан, Шымкент және Қызылорда облыстарында, сол сияқты одан тысқары жерлерде көптеп қоныстанған іргелі ел болып табылады. Өкінішке қарай тағдыр тәлкегімен шашырап кеткен бытыраңқылықтың мәнісін дуалы ауыз қарттарымыз атамыз төресі жоқ жерге төре болыңдар, қожасы жоқ жерге қожа болыңдар деп бата берген екен деп түсіндіреді. Ақпарат Яқуда Амандықовтың «Орта жүздің ноқта ағасы тарақты шежіресі» атты кітабынан алынды.